Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалатын цезарь салатын рецептпен бөлсем, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен еріп тұрған тауықтың төсетін көбіктап турап аламыз. Кейін бір ас қасық крахмал, паприка, қызыл бұрыш, сұйық май құйып жақсылап маринадтап аламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға кішкене сұйық май құйып жақсылап қуырып аламыз. 7-8 минуттай қуырамыз. Тауықтың төсеті тез дайын болады. Және бір сарымсақты майдалап турап, немесе теркадан өткізіп қосыңыз. Жақсылап араластырып, етімізді қуырып аламыз. Бөдене жұмыртқасын немесе мен секілді тауық жұмыртқасын қайнатып аламыз. Ал енді бізде капуста, пекинский капуста дәл осылай жұмсақ жерін, яғни жасыл жерлерін қырқып аламыз. Ал ақ жерлерін бөлек алып аламыз. Бұл бізге лағманға керек болады. Сол үшін осыны дайындар кезде оларды да біз жуып тазалап сақтайтын боламыз. Ал енді жапырағымызды жақсылап жуамыз. Ішінде шаң, ешқандай тас болмау керек. Сол үшін тазалап салқын сумен осылай жеңіл-желпі 3-4 мәрте қайталап жуып, құрғақ матаға немесе салфеткаға жайып қоямыз. Келесі бізде салатный лист, оны да салқын суға жақсылап жуып аламыз. Салатный листті де бір аптадай қалай сақтау керектігін осы видеода көрсетемін. Салатный листімізді жақсылап жуып аламыз, арасында тас, құм болмасын, ешқандай. Кейін бұны да құрғақ салфеткаға немесе құрғақ матаға жайып кептіріп аламыз. Ал енді бокалдың түбінен салқын су құйып аламыз. Кейін салатный листінің түбін кесіп алып тастаймыз, яғни құрғақ тұрған жерлерін. Дәл осылай болып тұрғанда, су шығып тұрған кезде салқын суымызға салып, бетін пакетпен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Оны 7 күндей сақтасаңыздар болады, ешқандай сарғаймайды, ешқандай бұзылып кетпейді. Ал енді пекинский капустамызды салқын суға жуып, жұмсақ жерлерін алып тастап, тек қатты жерлерін өзіңізге ұнаған формада турап, лағманға пайдалансақ болады. Осындай контейнерге сақтайтын боламыз. Морозилкеге 2-3 айдай сақтауға болады. Және бұл пекинский капустамызды тек ыстық тамаққа ғана қолдана аламыз. Яғни холодный салатқа қолдана алмаймыз. Себебі ол ерігеннен кейін өз күшін жоғалтады. Сол себептен тек ыстық тамаққа қолдануға ғана мен кеңес беремін. Үлкен ыдысқа салат листімізді, пекинский капустамызды салып алып, тауық етін саламыз. Кейін сухаригімізді дайындап алайық. Осында үйдегі нанды 4 бұрыштап, көбіктап турап, әсел пешке 2-3 минутқа қыздырып, қатырып аламыз. Кейін сухаригімізді де салып шығамыз. Ал енді жұмыртқамызды майдалап турап саламыз. Кейін қызанақ саламыз. Менде үлкен қызанақ, сіздерде черри қызанағы болса, черри қызанағын қолданыңыздар. Кейін майонез және осындай цезарьдің соусын қосамыз. Татымына қарай тұз және бір сарымсақты теркадан өткізіп аламыз. Майда өткізгіштен өткізсеңіздер де болады. Кейін жақсылап төменнен жоғары қарай жеңіл түрде араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Ең соңынан бетіне сырды теркадан өткізіп шығамыз. Міне біздің цезарь салатымыз дайын болды. Өте қарапайым заттардан жасалады. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.